мұнда мәселе қандай? Vim'да көреміз jobs, backup. Бізде бэкаптың өтпей жатқанын көреміз. Көбісі статусына қараймыз, тоқтап тұр. Бұл жерде бэкап жасалатын объекттің саны қандай серверлер? Сервер 1С, сервер Bittrex, domain controller, файл сервер және почта, mail серверлерді көреміз. Және барлығы бэкап дұрыс жасалмай жатыр. Соңғы 24 сағатты мысалы қарайтын болсақ, бұл жерде жаңағыдай manually мен қолмен жасаған кейбір жұмыстар сәтті болған, скан. Алайда бізде бэкап жұмыстары мүлдем дұрыс жүріп тұрған жоқ. Қазір қараймыз. Міне мысалы бэкаптың кез келгенін көрейік. 1С сервер мысалы. Соны бастап көрейік мысалы. Баста деп тапсырма береміз. 0% жүріп жатырғандай басталғандай көріледі. Бүгін таңғы сағат 8 шамасында басталды. Қай машиналарды процеске қосамыз? Виртуалды машинаның көлемі 1,2 терабайт. Ол жерде incremental backup болуы мүмкін, сондықтан өзгерген блоктарды тасымалдау мәселесі. Бұл жерде алдын ала процестеу кезінде қателіктер кетті. Және қателікті жазуда. Бұл жерде mount backups server 1С деген папкаге осы ақпаратты жазу кезінде бізде қателік туындады. Себебі backup location біздің репозиториде яғни папка mounting backups бұл жерде мүлдем диск көлемі қалмаған байқаймыз. 0 байт. Жалпы көлемі 4 терабайт көлемінде. Яғни бізде орын қалмады. Бэкап жасайтын орын қалмады. Failed болды. Оны көру үшін бізде жаңағы бэкап инфраструктура келетін болсақ, бэкап репозиториялардың тізімі сол жерде бірінші көретініміз default backup repository. Бұны Windows осы SR-Vim сервер орнатылу кезінде осы компьютерде, жергілікті компьютерде жасаған. Ал біздің негізгі репозиторий ол Linux операциялық жүйесінің негізіндегі 4 терабайттық network file system. Оның IP мекен жайы 192.168.1.12. Оның жолы mounting backups деп көрсетіліп тұр, яғни 4 терабайт көлемде. Енді мен сол машинаға мына жерде қазір басынан кіремін. Яғни SSH пен кіремін. SSH қолданушы бізде root. IP мекен жайды көрсетем 192.168.1.12. Enter нүктесін басамын. Парольді енгізіңіз дейді. Мен парольді мына жерде көшіріп алайын және қояйын. Міне логин сәтті өтті. Енді осы жерде біз дискіні тазалауды және бэкапты сәтті өтуін жүргіземіз. Ол үшін мен ChatGPT-ге келейін. Бұл жерде кішкене ChatGPT-дан сұрақтар сұрайық. Так, мына жерде кішкене мыналарды өшірейін. Міне ChatGPT-ға келеміз. Былай жасаймыз. Қазақ тілінде жаза берейін. Менің так, қазір көрейік. Мына жерде қазақ тілі. Жарайды, қазақ тілі мына жерде әзірге орнатылмаған екен. Сондықтан ағылшынша жаза береміз. Қысқа әрі түсінікті сөздер. My Vim repo Linux CentOS. Бұл жерде CentOS операциялық жүйесі. Оны көру үшін мына жерде қалай тереміз? Қазір ол команданы шынын айтайын. System, яғни жүйе туралы ақпарат алу үшін команда теру керек. Бұл жерде CentOS операциялық жүйесі, Linux CentOS операциялық жүйесі. Full how to check and fix. Қалай осыны жөндеймін? Яғни менің репозиториум толып қалды. Ол жерде Linux distro. Қалай тексеремін, қалай жөндеймін деген мәселені қазір ChatGPT-ға беремін. Мына жерде мен мынаны 2 рет бассам болады. Так, мына ақпаратты көшіріп алуым керек. Так. Жарайды, қазір ChatGPT өзі бастапқы ақпаратын береді. Бұл жерде былай жасаймыз. Бізге short 1-2 step, яғни 1-2 қадамды бер дейміз, қысқаратып, және біз не істеп жатқанымызды көрейік.
не толып тұрғанын көріңіз дейді. Бұл жерде біз қазір қараңыздар мынандай команданы тереміз, def -h, яғни бұл жерде дискілердің көлемін көреміз. Linux сервер кішкене ойлануда, network file сервер. Так, қараймыз. Бірінші бүкіл жаңағы жүйеде бұл жерде терабайттаған ақпарат болғандықтан кішкене ойлануда серверлік машина. Ары қарай оқитын болсақ, сейф жаңағы бізге ар жағында көлемді, диск көлемін азайту үшін ол жерде ескі бэкаптарды жоюды ұсынуда, немесе жаңағыдай қараусыз қалып кеткен файлдар болатын болса, соны қолмен жоюға болады дейді. Қараңыздар, бізде файл жүйесін қараймыз, соның ішінде ең маңыздысы, ең көп көлем алып тұрған, міне dev mapper, так, network file system, сол жердегі папка mounted backups 4 терабайт, яғни 100%-ға қолданылып толып қалған. Қазір осы ақпаратты ChatGPT-ға береміз, оның ішінде міне mounting backups, сол жердегі қай ақпараттың толып кеткенінде тізімін көруге болады. Мына командамен du -sh mount backups, және оны sorting жасаймыз, яғни ол жердегі ақпаратты тізбектейміз. Сол жерде сервер IDNS-тің 1.7 терабайт орын алып тұр, файл систем сервері 1.3 терабайт, mail сервер 600 гигабайт, яғни бұл жерде бірнеше қайталанып бэкап жасалып кеткен, яғни ескі нұсқалары тазартылмаған. Енді мен мына ақпараттың барлығын көшіріп аламын. Одан кейін осы ақпаратты ChatGPT-ға беремін. Ол қазір бізге ішіне кіруді және кейбір тазалау жұмыстарын ұсынады. Сізде бос орын қалмаған дейді, өте үлкен бэкап чейндары бар. Ол жерде IDNS сервері жаңа айтылған көлемдер көрсетіледі. Оны 2 қадаммен сақтық, яғни қауіпсіз түрде жасауға болады. Не істеу керек? Бұл жерде ескі қалыпқа келтіру нүктелерін жойыңыз дейді. Яғни Vim-ға барыңыз, backup, disk, right click job және delete from disk дейді. Так, немесе сақтаудың, яғни көлемін азайтыңыз дейді. Edit job, storage, restore point, lower it дейді. Так, егер бұл өте тығыз болатын болса, және жылдам тазалау келетін болса, онда бұл жерде так, old backup, яғни ескі фолдерлерді жоюға болады дейді. Так. Яғни бұл жерде қараңыздар, бізде бэкап жасалу барысында Vim-де ол жерде IDNS серверін, мысалы, мына жерде қазір қайтадан жобқа барайық. Міне, мысалы, IDNS серверін бірінші ол толықтай осы IDNS виртуалды машинаны толықтай серверді бэкап жасайды. Одан кейін ары қарай қосымша incremental backup жасап отырады. Және incremental backup жасау барысында ол жерде осындай chainer пайда болады, яғни тізбек пайда болады. Мысалы, қараңыздар, мына жерге мен paint ашайын. Енді кішкене осы жерде басқа сабақтарда беретін ақпаратты кішкене қайталап, немесе қосымша берейік. Қараңыздар, мысалы, мына жерде IDNS серверін бірінші ол толықтай бэкап жасайды. IDNS серверін. Бұны full backup деп айтсақ болады. Бірінші жағдайда. Full backup. Одан кейін қосымша енді IDNS-те қолданушылар жұмыс жасай бастайды. Одан кейін келесісі оның жаңағы тек өзгерген бөлігін, мысалы, екінші күні деп айтайық. Тек өзгерген бөлімін incremental backup жасайды. Бұл осының үстіне қосады. Үшінші күні тағы өзгерістерді қосады. Сөйтіп осылай бізде тізбек пайда болады. Осы тізбекті chain деп айтады. Және бізде мына жерде таза әрі қауіпсіз тазалау стратегиясы бар дейді. Соның ішінде қолданылмайтын, өшіп қалған, сөніп қалған, немесе қалып кеткен бэкаптарды жоюға болады. Және бірнеше жүздеген гигабайт орынды сақты түрде өзгертуге болады дейді. Олай болса осы тәсілді қолданып көрейік. Яғни қолданылмайтын сәтсіз бэкаптары. Так, бірінші былай жасаңыз дейді. Vim серверіне барыңыз, сол жерде меню backups, disk, imported, orphaned, rescan repository дейді. Save to delete дейді. Яғни былай жасаймыз, меню backups, disk. Консольға келеміз, меню backups, diskке барамыз.
Так, backups, disks. Осы жерде қараймыз. Мына жерде қазір дисктерге келеміз. Imported orphaned click respond repository. Так, мына жерде міне disk orphaned дейді. Соның ішінде так, қазір қайтадан backup. Так. Так, қарастырайық. Imported orphaned. Disk imported orphaned. Соған барамыз. Disk orphaned. Одан кейін click rescan repository. Бұл жерде rescan repository'ді көріп тұрған жоқпын мен. Так, menu, backups. VM серверға келдік. Cross check on repo. Save to delete дейді. Так, бізге былай жасайық. Қазір шын айтқанда, бұл жерде Linux-тың осы жаңағы репозиторийдің өзінде тікелей жұмыс жасайық. Біз 1С сервер бэкаптан бұл жерден де жасауға болады командалай, бірақ мынау қолмен тазалау енді бұл жерде өте эффективті болатынына сенімдімін. Так, сервер Bittrex 24 гигабайт солда қалған. Бізде 1С сервері ең көп орын алып тұр. Одан кейін файл сервері. Оларды қалай жасауға болады? Так, мына жерде сәтті өтпейді. Бізде orphaned ешқайсысы қалмаған. Так, кішкене төмен қарай түсейік. Так, мынау бізге көмектеспеді. Так, егер бізге қатты керек болатын болса, онда old backup-тарды жоюға болады. Жарайды, сервердің өзінде жұмыс жасап көрейік. Мысалы, change directory, бұл жерде mounting point, одан кейін backups-ға барамыз. Осы жерде дискілердің тізімін қараймыз. Одан кейін сервер 1С-ті көреміз. Change сервер 1С-тің папкасіне барамыз. Осы жерде жалпы біздің бэкаптың санын қарайық. Мысалы, көреміз. Так. Көлемдерін қараймыз. Бұл жерде енді барлығы санмен берілген, оны гигабайтқа ауыстырып көру керек. Мысалы, 2025 жылы соңғы рет жасалғанын көреміз. Мына ақпаратты берсек болады. Қазіргі таңда 2026. Бұл жерде бэкаптың біраз уақыт жұмыс жасамай құр тұрғанын байқаймыз. Так, this not open, this valid broken. But broken дейді. Яғни бұл жерде арасында біздің chain тізбек үзіліп кеткен, сонымен қатар бұл жерде duplicated chain болған. Сізде 2 full backup жасалынып кеткен, 2 рет жасалынып кеткен дейді. Одан кейін plus incremental, яғни бірнеше рет incremental болған. Так, active full run twice, old chain was never deleted, яғни ескі нелері. So nothing is updated. Так, save clean. Бұл жерде Vim GUI-дан жасасаңыз дұрыс болады дейді. Бэкапқа барыңыз, disk server 1С, right click, properties, restore points дейді. Яғни older chain, delete from disk дейді. If you must do manual, careful, delete the entire folder chain. Мыналардың барлығын жоюға болады дейді. Never mix change, don't delete random vip keep. Так, you'll break it immediately дейді. Так, бұл жерде енді былай жасасақ ше. Shorter answer дейміз, тағы да қысқаша. Так, 2025 is too old. Бүгін мысалы 2026 March, яғни март айы, наурыз айы болып тұр бізде. Мен егер барлығын жаңағыдай барлық бэкапты жойып, create from start, яғни жаңадан бастасам не болады деп сұрап көрейін. Так, мынау айтады, бұл өте тамаша, бірақ оны дұрыс жасаңыз дейді. Оны Vim арқылы жойған дұрыс. Backup disks, 1С сервер, delete from disk, then run new backup дейді. Start job, create full backup дейді. If you delete manually, fast but risky. Егер сіз былай жоя салсаңыз, онда Vim'де rescan repository жасау керек. Run job, new file will be created дейді.
you lose all restore points, no rollback дейді. Яғни сіз барлық ақпаратты жоғалтасыз дейді, бірақ осыны ескертеміз дейді. Так, мына жерде давай, жарайды, мына кішкене ұзақтауын тыңдайық, себебі бізге қосымша ақпараттар беруде. Енді қайсысын таңдайсыз дейді. Біз бұл жерде былай жасайық. Бұл бізде қолмен жоя салу Linux-тен әрине оңай, бірақ біз дұрыс жолмен жүрейік. Ұсынылған нұсқасы backup disk server 1С delete from disk. Одан кейін жаңа жұмысты бастасаңыз болады дейді. Так, жарайды, 1С сервері бізде ескі нұсқалары керек емес, себебі мен сіздерге оны түсіндірейін. Себебі қараңыздар, біздің қазір егер 1С серверінің өзіне баратын болсақ, ол жерде айына және аптасына күніне басқа қосымша MySQL серверінің көмегімен D дискісінде бэкап жасалынуда. Яғни мен мына жерге кішкене қараңыздар, 1С сервері бізде тұр, мына жерде C дискісі болады, және ол жерде қосымша MySQL программасы бар, MySQL, ал енді бізде мына жерде D дискісі бар. Сол жерде 1С-тің жаңағы папкалары күніге, аптасына, айлық бэкапы осы D дискіде сақталып тұр негізі. Сондықтан бізге кішкене осындай тәуекелге баруға болады. Яғни Vim бэкапты қайта іске қосу үшін backups дискке барыңыз дейді. Backups диск, одан кейін міне сервер 1С. Так, delete from дискті бастасаңыз болады. Одан кейін жаңа жұмысты бастайсыз дейді. Солай жасап көрейік. Remove from configuration, delete from disk, яғни дисктен жою. Так, сервер 1С'ті жоямыз. Так, объектілерді тексеруде. Так, backup deletion job, starting. Так, басталды. Starting backup deletion job, preparing object for deletion, яғни жойылатын объектілерді таңдауда. Тапсырмалардың тізімін жасауда, одан кейін бэкаптардың тізімін қарауда. Мына жерде қараңыз, мына жерде әзірге жою процесі 0%-да тұр. Одан кейін сервер 1С бэкаптарын жою процесі. Қанша уақыт алатынын көреміз, кішкене күтейік. Тым көп уақыт алған жоқ, бұл жерде 30 секунд көлемінде бэкап сәтті жойылды дейді. Бір диск толықтай жойылды. Жұмыс сәтті аяқталды дейді. Жарайды, енді біз 1С серверге келейік, және қараймыз. Бізде енді сервер 1С папкасы бос мүлдем. Так, тағы да біз қазір mounting. Так, алдыңғы командаларды тереміз қазір. Так, бүкіл дискілерді тағы да бір рет қараймыз. Бұл жерде негізі бүкіл Linux емес, CentOS операциялық жүйесін бүкіл скан жасамай, осы жаңағы mounting backup папкалерін қарастыруға болатын еді мына папканың өзін. Жарайды, кішкене күтейік. Бұл жерде бос орын пайда болған әрине сенімдімін. Так. Машин. Так. Так, бізде міне Mount Backup, бұл жерде 1,5 терабайт, яғни 1,7 көлемінде 1С сервері толықтай жойылды, және 1,5 терабайт бос орын қалды. Енді тура сол сияқты не жасауға болады? Бұл жерде тағы да 1-2 сервердің бэкаптарын жоюға болады, себебі бізге орын босату керек. Көп орын алып тұрғандарын көрейік. Яғни мен тағы екінші команданы теремін. Бұл жерде папканың ішінде сервер файл систем, одан кейін mail сервер. Mail серверін бір рет тазалап жіберуге болады негізі. Так, Vim серверінің виртуалды машинасының өзі де көп орын алып тұр. Scoot. Жарайды, бізге Scoot тұра берсін. Так, қазір mailді бір рет тазалап жіберейік. 604 дейді. Так, сервер mailді. Так, бұл жерде былай жасап көрсек болады негізі. Change directory, одан кейін mounting point, backups. Так, change directory, так, бір рет көрейік дискілердің тізімін. Change directory server mail. Одан кейін осы жерде дискіні көрейік. Так, бұл жерде қараймыз. Біздің mail сервердің бакэптары. Так.
датасы көрсетілген 2025 жылы 06 айда бірінші рет толық бэкап жасалған. Жарайды, осы ақпаратты қазір тағы да ChatGPT-ға беріп көрейік. Не айтады екен? Так, екі рет full бэкап жасалып кеткен. Ескі chain, одан кейін жаңа chain дейді. Так, бұрынғы chain'дарды жойсақ болады, одан кейін бір рет, соңғы рет болған full бэкапты сақтасаңыз болады дейді. Бұл бұны негізі Vim-нің UI-нан жасаған дұрыс дейді. Так, бұл жерде жаңағы метаданныйлар, соны тақтау үшін Vim-нан жасау керек. Окей, қалай Vim-нан жасаймын деп сұраймын. Open backup chain дейді, ол үшін backups, дискке барыңыз, сервер mail'ын сақтаңыз, right click properties, restore points-ті басыңыз дейді. Так, сервер mail, так, backup, disk, сервер mail, properties, restore points. Так, all chain'дерді жояды. Delete them all дейді. Оң жағын басымыз. Properties. Мына жерде мені көрсетіп тұр. Так, data size 24 гигабайт көлемінде болған, негізі виртуалды машина. Одан кейін оны бэкап жасағанда 17 гигабайт болған. Так, compression жасалған, яғни бұны сығымдаған. Так, одан кейін 360 гигабайт. Келесілері incremental болған, яғни. Бұл жерде негізі дұрыс жүрген. Бірақ бір рет қараңыздар, тағы да full бэкап жасалып кеткен. Ол 2025 жылы 6 айда. Так, бұл жерде біз не істеуіміз керек? Қазір көрейік. Restore points, right click properties, restore points, delete all chain. Екінші find, restore points starting from old full, select, delete from disk дейді. Так. Бірінші full backup, incremental, одан кейін дағы да бір рет full жасалып кеткен. 6 restore point бар екен. Так. Так, кішкене қараймыз. Restore points. Так, restore points-та тұрмыз. Одан кейін так, бұл жерде 2025-і 6 ай 08 old full, одан кейін select them дейді, оларды таңдаңыз, және оларды дискіден жойып тастасаңыз болады дейді. Ескі chain'дарда. Так, демек, мына жерде бізде өте ескі. Негізі осыларды жойсақ болады. Так. Бірақ бұл жерде delete деген көрмей тұрмын. Тек қана көшіруге мүмкіндік беріп тұр. Так, ножницыды пайдаланып көрейік. Бізде Scissors Snipping Tool. Так, файл Save As. Так. Жою баттыны жоқта жазамыз. No delete button.
Так, correct, you have properties, that's why there is no delete button. Yeah, properties view, that's why. Do this instead, correct place. Go back one level, backup disk, find server in this list, not inside properties. Backup itself. Яғни барлығын жоймай, тек қана chain'ді жойсаңыз келсе, right click properties, close it, you already here дейді. Then right click backup, remove from configuration. Так, properties window, view only, delete happens on the backup object level дейді. Так, кішкене дұрыстап түсінейік. Мына жерде барлығын жойғыңыз келмесе, сіз property view'дан дейді. Так, кішкене сабақты жүргізу, backup properties view, бұл бізге керек емес. Жарайды, оны жаба тұрайық. Бізге керек қайсы backup disks. Жарайды, тыңдаймыз. Так. Back level 1, vim backup disks. Vim backup disks, backups. Одан кейін дискіде тұрмыз. Енді server mail. Так, бұл жерде барлығын жойып жүруге болатыннан басып, мысалы, delete from disk жойға болады. Алайда, if you want to delete only old chain, not all, right click properties, close it, you already here. Then right click backup, remove from old configuration. Backups. Так, properties. Одан кейін click backup. Қайда бұл? Right click backup. Так, copy paste. Жарайды, былай жасайық. Қазір server mail'ді мен дискіден толықтай жоя салайын. Бұл жерде тағы да бір жұмысты бастаймыз. Себебі, шын айтқанда, mail өте маңызды, әрине түсінікті. Бірақ бұл жерде біздің жұмыс 2025 жыл қалып кеткен, бір жыл бұрын жобамен. Бұл жерде тағы да 30 секунд көлемінде болатынына сендімін. Сондықтан мына жерге қазір былай жасаймыз. Артқа папкаде жылжимыз. Так, backup файлдарын жоюда. Так. Және алғашқы командаларды тереміз. Мына жерде мен былай жасайын, қазір достар. Жаңа notepad папкасын ашып қояйын файлын. Одан кейін бізге керекті командаларды кішкене осы жерге көшіріп қояйын. Так, бізге керек командалар мыналар. Так, мына командты сақтай салайық. Так, vim жұмысы аяқталды, сәтті істеді. Одан кейін мына жерде бізде біраз тазарту жұмыстарын жүргізілді. Енді қайтадан тізімге келеміз. Так, енді 1.3 терабайт бізде файл сервер тұр. Оның да қаншалықты сәтті болып жатқан қазір көреміз. Ал енді бүкіл дискінің жаңағы көлеміне келетін болсақ, бұл жерде бізде біраз орын босағанына сенімдімін. Яғни тере салайық, көрейік. Кішкене есептеулер жүргізілуде. Так, бұл жерде файл серверінің тізімін көрейік. Properties. Так, бірінші full backup жасалған 2025 жылы, одан кейін incremental бір рет болған, 2026 тағы да бір рет incremental болған. Так, сондықтан бұл жерде негізі файл серверді қазір біз backup жасасақ болады, бір рет бұл жерде incremental backup болады, және ол сәтті жүруі мүмкін. Себебі бізде қазір бос орын бар. Міне қараймыз, 2 терабайт көлемінде бос орын пайда болды. Енді дәл осы файл сервер біз үшін өте маңызды. Бұл жерде себебі қолданушылардың бүкіл жаңағы ортақ shared folderдегі файлдар сақталып тұр. Сондықтан backup жұмыстарына келеміз. Мына жерде кейбір өшіріліп тұр, кейбіреулері, оны қазір іске қосамыз. Так, domain контроллердің мына жерде backup басталып кеткен сияқты. Just now started дейді.
Так, бізге негізі файл сервері керек еді бірінші кезекте. Так, старт, так. Так, мынаны негізі бізге тоқтата тұру керек. Так, бұны тоқтатуға да болмайды, кішкене күту керек. Енді бұл жерде қараңыздар, бізде Vim жаңағы қол бағдарламасының өзі осы бэкап жұмыстарын бастап кетті негізі. Қазір қараңыздар, мына жерде кішкене үлкейтейін. Міне бэкап жұмыстар басталды. Әрине бұлар кішкене уақыт алатын түсінікті. Бұл жерде файлдардың трансфері басталды. Яғни бізде дискіде бос орын пайда болды. Енді бэкап жұмыстары басталды. Бұлардың сәтті өтетініне былайша айтқанда сенімдімін. Әсіресе осы домен контроллер, одан кейін мына файл сервері кетеді. Және достар, келесі сабақтарда мен сіздерге қаншалықты сәтті болғанын көрсетемін. Ал бұл жерде біз осы дискіні тазалау, одан кейін бэкап жұмыстарының жалпы қайтадан басталғанын көреміз. Келесі сабақтарда осы Vim'ді танысуды жалғастырамыз. Бұл сабақ пайдалы болса лайк басыңыз, арнаға тіркеліңіз.